Саламатсыздар менің YouTube көрермендерім. 7 қыркүйек алдымызда келе жатқан ай тұтылуы болады. Көптен күткен, өте күші мығым, ең мықты кез деп айтсам болады. Топ-томалақ қып-қызыл толық ай тұтылуы болады. Былайынша айтқанда, әр айда болатын ай толуынан 10 есе күші мықты. Бұндай кезеңде не болуы мүмкін? Мысалы, дәл осы аралықта көптен бір ем алып жүрген болсаңыз, 8-9 жыл бойы, тіпті 18 жыл бойы соның бір аяқталу кезі болуы мүмкін. Мысалы, осы аралықта да көп ақша қаражат жинап жүрсеңіз, ипотекамен, енді үй алуыңыз мүмкін. Осыған ұқсас тақырыптар. Немесе көптен оқып білім алып, сол жерде бір зерттеп келе жатсаңыз, енді сол жерде енді зерттемейтін боласыз. Немесе бір құжатыңызды қолыңызға түсіресіз. Немесе енді мүлдем ол жерде бір қызығушылығыңыз кетіп қалуы да мүмкін. Әйтеуір бір аяқталу. Бұл кез келген салаларыңызда болады. Жағымды жағынан да, жағымсыз жағынан да болуы мүмкін. Бірақ ай тұтылу дегенде, күн тұтылу дегенде қорықпаңыздар. Бұл бір жаман нәрсе емес. Бұл біздің бір циклымыздың аяқталу кезеңі. Әрі бұл коридорға біз күн мен ай тұтылудың осы 23 тамыздан бастап кірдік. Және бұл қашан аяқталады? Ең соңғысы. Бұл 2026-ның август айының соңында болады. Ең соңғы осы жерде ай тұтылуы. Және күн тұтылуы. Балық пен бикеш ойсында болады. Бұл шатастырмаңыздар. Балық пен бикешке ғана қатысты екен деп. Жоқ. Бұл біз бүкіл жер бетіндегі адамдар, әр қайсымыз бір жерде аяқталу, себебі балықтар белгісі ең соңғы 12-ші белгі болып табылады. Осы жерде бір аяқталу, қорытынды, және соның орнына жаңа дүние келу. Және бикештер тура балықтарға қарсы бет. Бұл не? Барлық өмір саламыздың бір ұқыптылық, тазалық, реттеу, барлық қалып кеткен нәрселерді бір жөнге келтіру, және сол жерде бір соңғы, үлкен бір көп ресурстар, көп күшімізді салу, және нәтижеге жету кезеңіміз болады деген сөз. Әрі балықтар бұл жертвалық, немесе фантазия, қиялдар, армандар, осындай белгі болып табылады. Бұл тек балықтарға қатысты емес, тек мен жалпы тақырыпты айтып жатырмын. Бүкіл жер бетіндегі адамдар біз қандай тақырыпта ай тұтылатынын көрсетіп жатырмын, айтып жатырмын. Әрі бикештер бұл денсаулық ойсы деп болып табылады. Біздің бір миымыздың сараптауы, бухгалтериялық істер, шығыс кірістер, тазалайтын тазалау, өртейтінді өртеу, үйіміздің жөндеу жұмысы, немесе түбегейлі бір жаттығумен айналысу, денсаулығымызға көңіл бөлу, әйтеуір ұзақ мерзімдік осыны көрсетеді. Осы жерде бір аяқталу, және орнына жаңа дүние келу. Бір ескінің өмірімізден кетуі. Және өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар. Қазір бүкіл әлемде де бір аяқталу кезеңіне жақынбыз. Бұл осы 2026-ның август айының соңында соңғы нүктелер қойылады. Одан соң толықтай біздің өмірімізге жаңалық ену керек. Біртіндеп, бұл бірден болмағаннан соң біз оны байқамауымыз да мүмкін. Әр қайсымызда болады бұл. Және бір бүкіл әлемдік махаббат, адамдарды сол күйінде, сол қалпінде қабылдау. Әр қайсымызда осы болу керек. Жақынымызға сүйеу, көмек бол. Ауырып жатқан адамдарға, аналарға, әкеге, немесе балаларға қамқорлық. Жер бетіндегі соғыс оттары, сол жерде де бір бүкіл әлемдік махаббатты сезінуіміз. Және сол жерде біздің қолымыздан ешнәрсе келмейтін, кеңістік әлем Құдайдың бар екенін бір мойындау кезеңіміз болады. Әрі бір жаңа дүниеге, жаңаға қарай, жаңашылдық ғаламшары тура осы жерде біздің алға енді бір өзімізге бір сенімсіз, бір өзімізге бір күмәнмен қарайтын бір тұстарымыз енді кері алға қарай бір жылжу, бір былайынша айтқанда бір төңкерілу кезеңіміз болу керек әр қайсымызда. Егер жолымыз болмай келатқан адам болсақ, жолымыздың болғыштығы көбейеді. Бұрын кедей болсақ, енді бір байи түсеміз. Немесе бұрын бір кедергілер кездессе, енді сол жерде өте табанды жігерлі боламыз. Көп бір мамандығымызды өзгертеміз, бір жаңалықтарды енгіземіз. Оның үстіне уран ғаламшарының аспектісімен осы бүкіл ай күн тұтылулар соны көрсетіп тұр. Бұл не? Әр қайсымыз өмірімізге бір жаңалықты енгізу, қолымыздан жақсы келетін бір ісіміз, сүйікті нәрсеміз, сол жерде бір жаңа нәрсені енгізу, жаңа технология, жаңа білімдер, жаңа ілімдер, жаңа жолдар, тіпті сықырлатып тұрып өмірімізде бір жаңа бағытқа қарай бұру қаламасақ та тіпті. Осындай кезең келеді. Әр отбасыда, әр жанұяда, әр кеудеде, және бүкіл жер бетінде. Енді бұл қай адамдарға әсер етеді?
1 мен 11 март аралығындағы туылған мына балықтар сіздерге және бүкіл балықтарға. Бұл тек қана осы кезеңдегі балықтар екен деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ мен үнемі нақты нүктесін айтып өтем. Себебі тура күндеріңіздің үстінде болады осы аралықта туылған адамдар. 5, 6, 7, 8 аралығында бір өте сезімтал болуларыңыз мүмкін. Немесе бір нәтижелер, бір маскалар шешеді. Немесе осы жерде бір үлкен армандарыңыз орындалады. Үйлі жерлі боласыздар, немесе немерелі балалы болатыныңызды естисіздер. Немесе әйтеуір осы жерде Юпитер кеңею, қуаныштар аспектісі қоса жүреді. Және өзіңізде бір іште бір шок жағдайға қалуыңыз мүмкін, немесе үлкен бір нәтижеге жетіп, уақыты жеткен, көптен күткен. Және бұл дәл осы 7 қыркүйек күні болады деп айту дұрыс емес. Бұл 6 ай ішінде келеді. Бірақ осыны 5, 6, 7, 8 аралығында сезінетін боласыздар. Бір оқиғалар келеді, сізді бір таң қалдыратын, жаңалық, мүмкін бір звондоктар келеді, мүмкін бір сөйлесу, әңгімелесулер, күтпеген адамыңызда мүмкін хабарлар, смс-тер, немесе бір құжаттар, заң орындары, соттар, әйтеуір кез келген салаларыңызда. Себебі сіздердің бірінші салаларыңызда тұр, жеке бастарыңызға қатысты. Әйтеуір осы жерде сіздің өміріңізге бір жаңа есіктер ашылу, немесе бір жаңа бір жолыңызды көретін боласыз. Көзіңіз бір ашыла бастайды осы жерде. Бір инсайтты, идеялар келеді, адамдар келеді, немесе шақырулар болады, ұсыныстар болады, тілектер орындалады, қадамдар жасайсыз, мүмкін күштілік, мықтылыққа ие болу бастайсыз осы күннен бастап. Және мына 3 мен 13 қыркүйек аралығындағы туылған бикештер және барлық бикештер барлығыңызда болады. Себебі әр адамның ғаламшарлары әр жерде орналасқан. Бірақ нақты мен сіздердің күндеріңізге қарсы бетте мына айдың тұтылуы болады. Сондықтан нақты тоқталып жатырмын осы күнде туылған адамдарға. Сіздерде бұл не болуы мүмкін? Сіздердің қарсы беттеріңіз, сіздің араласатын адамыңыз, сіздің сүйгендеріңіз, сіздің жақсыларыңыз, сіздің жауларыңыз, сіздің клиенттеріңіз, міне сол салада сіздің бір 8-9 жылдық циклыңыздың бір аяқталуы, немесе осы жерде бір құпиялар ашылуы, көзіңіздің анық жетуі, бір нәтижелерге қол жеткізуіңіз, немесе бір аяқталулар болуы, өзіңіздің бір ұнамайтын мүмкін жұмыс кәсібіңізді жабасыз, немесе келесі бір этаптарға өту болады, ұсыныстар болады махаббатта, кездесулер болады, маңызды сіздің бір кармалық кездесуіңіз, өмірлік. Денсаулығыңызда, жұмысыңызда қаншалықты мен өзгелермен тең дәрежедемін деп. Әрі бикештер, сіздерде негізі осы жыл, бүкіл 2025 жыл және 2026 жыл көп өмірлеріңізде бір нәтиже көру, әрі бір жемістерді жинайтын уақыт. Және бұл күнделікті қайталанатын іс болуы мүмкін. Тіпті іш пыстырарлық та болуы мүмкін. Әбден немесе бір ескі дүниелерді сатып пайдалар да көруіңіз мүмкін. Бұрынғы адамдар арқылы жұмысқа шақырулар болып, тілектер орындалуы, мүмкін қасыңызда көрмей жүрген шығарсыз бір адамдарды. Енді сол адамдар мүмкін сіздің махаббатыңызға айналуы мүмкін. Көптен бір дом, соның бір қонуы. Әйтеуір осы жерде бір одақтарға кіресіз, бір одақтардан шығасыз, немесе бір адамдармен біргесіз, бір адамдардың бір бірігуінен шығасыз. Және бүкіл шаяндар мен саршаяндар, соның ішінде де 3 мен 13 июль аралығындағы туылған шаяндар. Бұл сіздерге өте жағымды әсер етеді. 3 бұрыш аспектісі, сәттіліктер, қиындықсыз келетін сәттіліктер кеңістік әлемнің, және сіздердің белгілеріңізде қазір Юпитер ғаламшар тұр. Сондықтан сіздер осы бір жыл ішінде бір шетелге қыдырасыздар, немесе бір жаңағы өрісіңізді кеңейтесіз, көзқарасыңызды оқу, бүкіл көзқарасыңыз, мүмкін бір семья, отбасыңыз, әйтеуір кеңею, өсу, және сол жерде бір сәттіліктер бар. Мүмкін жұмысыңызды кеңейтесіз, сіз бір кәсіп ашасыз, немесе көп оқисыз, тоқисыз, бір немерелер дүниеге келеді, балалар жоспарланады, үйлі жерлі боласыз, себебі Юпитер сәттілік ғаламшар сіздердің белгілеріңізде тұр. Немесе туыстар ортасында, бұның кішкене бір жағымсыз жағы болуы мүмкін, бір туыстар ортасында кішкене келіспей қалушылықтарды әкелуі мүмкін, бірақ ол қатты бір қиыншылықты туғызбайды. Әрбір сүйеу, көмектер келеді әлем кеңістіктен сіздерге. Себебі 12 жылда бір келетін бір сәттілік аспектісі Юпитер сіздердің белгілеріңізде тұр. Және бүкіл саршаяндар, соның ішінде де 3 мен 13 қараша аралығындағы туылған саршаяндар.
Бұл сіздерге осы 6-сы, 7-сы, 8-і аралығында бір кішкене бір нәрсе жетіспегендей болуларыңыз мүмкін, өте арманшыл, сезімтал болуларыңыз мүмкін, бір сезімдеріңіз шүпілдеп шығып, көп жүйкелеріңіз тозып, анда жүгіреріңіз, мұнда жүгіреріңіз білмей, немесе осындай халге түсулеріңіз мүмкін. Әйтеуір, бірақ сіздерге жағымды әсер етеді. Махаббатта, қаржыда, әрі ем алуда, үйіңіздің үлкен жөндеуінде, сатып алуларда, әйтеуір бір кульминациялық кезең болады. Мына әсіресе 23 тамыздан бастап 1 октябрьге дейін аралықта. Себебі осы жерде ай мен күн тұтылуы бірге өтеді. 7-сіне ай тұтылуы, 21-не күн тұтылуы. 6 ай ішінде жаңа дүниелері бір дән тасталынып, содан бір жеміс, жаңа дүниелер келу керек себебі. Сондықтан мұндай кезеңде ешкіммен бір қарым-қатынастарды бұзбаңыздар. Бірдене бір кесулер жасамаңыздар, жұмыстардан шығып кетпеңіздер. Бір нәрсе басталып келатса, соған кірісіп кетпеңіздер. Себебі бұл кезең кеңістік әлемнің бір өзі сіздің жаңағы бір күш салуыңызсыз өзі бір іске асырады, өзі бір нәтижелерді көрсетеді. Енді бүкіл егіздер мен мергендер, соның ішінде де 1 мен 11 июнь аралығындағы туылған егіздер, әрі 2 мен 13 декабрь аралығындағы туылған егіз мергендер. Сіздерде бір жерде бір аяқталу болады. Немесе енді ішіңізде тоқтамға келесіз, шешімге келесіз. Енді осы адамдармен араласпаймын дегенде. Немесе енді бұл жұмысым маған бір нәтиже бермейді екен. Немесе көп бір табыс әкелмейді дегенде бе, ойыңызды өзгертесіз, бағытыңызды өзгертесіз. Және үлкен бір трансформация болады сіздерде. Және ол жағымды жағынан әсер ететін болады. Себебі сіздерде бұл өсуді алып келеді алға қарай. Тіпті кішкене қиыншылықта болуы мүмкін, конфликті де, келіспей қалушылықта болуы мүмкін, себебі трансформация, стресс, үлкен ақша, үлкен махаббат, үлкен құштарлық, немесе бір туыстар ортасында бір өзіңіздің шекараңызды сызу, немесе өзіңізді бағалауды үйрену, өзіңізді бір құрметтеуді үйрену деген секілді алып келетін болады сіздерге. Және бір жерде бірі аяқталу, бір еміңізді аяқтайсыз, немесе енді бір араласпайтын болып, бір одақтардан шығасыз осы кезеңде. Ішіңізде әйтеуір бір тоқтамдар келеді, және бұл қатты бір қиындықпен емес. Енді әсіресе мына алдымызда келатқан октябрь, ноябрь айы ең бір кульминациялық кезеңде болады. Декабрь айына дейін жалғасады. 21-нен бастап өзіңіздің бір күштеріңізді сіздер байқайтын боласыздар. Өз өмірлеріңізбен алысу, сонымен айналысуды жөн көресіздер. 21 осы 7-сіне дейін және 7-сінен кейін аралықта, 21 қыркүйекке дейін аралықта бір өзгелер сол жерде болады, көз тігу фокустарыңыз. Ал 21-нен кейін енді өзіңіздің оқуыңыз, өзіңіздің дамуыңыз, өзіңіздің еміңіз, өзіңіздің армандарыңыз, соны жүзеге асырасыздар.